Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен Манат. Бүгін біз өте дәмді какао дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге ең алдымен 1 стакан сүт қажет болады. Менің YouTube каналыма жазылып, подписаться басуды ұмытпаңыздар. Ол жыл сүтімізді, 1 стакан сүтімізді газға қойып, егер піспеген жағдайда пісіріп аламыз, немесе піскен сүт болса, қатты қызғанша ысытып аламыз газымызге. Содан соң 2 шай қасық шекер салатын боламыз. Барлығы жақсы еруі қажет, қайнауы қажет ыстық сүтімізде. Содан соң 1 шай қасық какао салатын боламыз. 1 стакан сүтке 1 шай қасық какао жеткілікті. Егерде сіздер какаоның дәмін ұнатып, қою болғанын қаласаңыздар, 2 шай қасық қоссаңыздар болады. Осылай бәрін шашыратып салып, қозғайтын боламыз. Осы ыстық сүтте барлығы таз жақсы араластырып, еруі қажет какаомыз. Міндетті түрде таңғы асқа дайындап көріңіздер. Таңғы асқа таптырмайтын сусын десек те болады. Өте дәмді какао немесе шаймен алмастырып жасап ішіп көріңіздер. Осылай барлығы араласты. Енді осыны өзіміздің бокалымызға құятын боламыз. Осылай 1-2 минут қозғап отырсаңыздар болды. Өйткені бұны пісірудің қажеті жоқ. Көбінесе суға араластырып жатады, бірақ сүтте бұның дәмі өте ерекше болады. Сұйық шоколадтың дәмі шығатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Жақсылап қозғаймыз. Енді түрлі тәттілерімізбен таңғы асымызға осы таптырмайтын сусынды ішіп көрсеңіздер болады. Дәмі өте ерекше. Менің каналыма жазылуды ұмытпаңыздар. Мен сіздермен түрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Қараңыздар. Барлығы жақсы араласқан, түсі де өте керемет көрініп тұр. Менің YouTube каналыма жазылып подписаться басуды ұмытпаңыздар.